Ассаламағалейкум, тардай шашылған қазақтарым. Мен әзір өлі мен тірінің арасында тұрмын. Маған өлгеннен қорықпаймын, бірақ арт жағымда 4 жастағы балама жаным ашып отыр. Әйелім Қытай. Оған да қыспаққа кәсеке тығылып отырмын. Мен бір өзім дұшпаннан қорықпас едім. Бірақ қатынымды, балама зиян шектірдім. Шинжаңдағы 200 отбасы туысқаныма салқыным тиеді. Қытайдан келе алмай шошқа қорада қамалып отырған, аттап басқан сүйген тышқанына біреумен сөйлескені үйде де сыбырласып сөйлеседі. Мен бір жылдың алдында Шинжаңдағы нүпсімді аударып Гуанчжоуға келген кезде сыбырласып сөйлестік барғанда. Мені әзір Шинжаңнан неге тұтқиыл паспортымды өзгертіп Гуанчжоуға келдім дейді. Мен әйеліме келдім, әйелмен баламның жанына тұрғым кеп келдім. Соны сенбей, қолымнан қолхат алып, паспортымды бермей. Әйтпесе Гуанчжоуда паспорт беру бір жетіде Қытайлардың бәріне. Маған 6 ай сары майдан қылшық суырғандай. Қайта көмбінің адамы, Әнжуанжидің адамы сұрақтың астын алдыз. Біресе әйелімді маған салады, әйелімнің отбасын маған салады, тыныш ретінде. Мен қалай шыдай аламын мына адамды құқығым? Қайшылықтан ұялмайды екен адам, жан бағып кете алады. Бірақ арыжданың тапталып отыр, жеке адамды құқығын күйіп отырғанда тапталады екенсің. Сол үшін Біріккен ұлттарынан көмек сұраймын. Не өлу, не тірі қайту. Маған бәрі бір әзір.